Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді сахарные плюшки дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, қантты, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Көтерілген жебетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Көтерілген апарамыздың үстіне тұз, сұйық май, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне аз-аздан ұн қоса отырып, жұп-жұмсақ қолымызға жабыспайтын қамыр илейміз. Бұл қамырды көп илеп қажет емес, басы біріксе болды. Енді бетін жауып көтерілгенше жылы жерге қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды алып 14 немесе 16 бөлікке бөлеміз. Мен 14 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын таразыға өлшедім. Әрқайсысы 63 граммнан болды. Енді әр қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне сұйық май жағамыз. Үстіне 1,5 немесе 1 шай қасықтай қант сеуіп шығамыз. Қантты тым көп сеппеңіздер, өйткені біздің плюшкілеріміздің ішінен ағып кетуі мүмкін. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Үстін осылай басып қоюымыз керек. Енді шетіне жеткізбей кесетін боламыз. Осындай бізде жүрекше тәрізді булочки дайын болды. Булочкилерімізді противеньге орналастырамыз. Бетін целлофанмен көтерілгенше жауып қойсаңыздар болады. Енді бетіне сары уыз бен сүтті араластырып жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап бағасын беріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Раушан. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.